тоқтай тұрыңыз. Дәл мына видеоларға мұқият қарап алыңызшы. Расскажите, пожалуйста, чем закончилось расследование? Если вы единоразово разрешите людям снять хотя бы 50%. Дәл осылай шебер өңделген роликтер адамның санасын оңай жаңылдырады. Ал оның рас өтірігін тексермейтіндер алаяқтардың құрығына тез түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан кез келген видеоның қайдан шыққанын білу өз қауіпсіздігіңіз үшін маңызды. NoFake.kz видеоның түп нұсқасын табу жолдарын ұсынады. Видеоны соңына дейін көріп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Бірінші қадам. Іздеу жүйесі видеоны танымайтындықтан, оны паузаға қойып, әр кадрды скриншоттап алыңыз. Екінші қадам. Суреттерді Google Images, Яндекс, Bing немесе Tinaiге жүктеңіз. Осылайша оның қашан жарияланғанын көре аласыз. Бұл әдіс көбіне жалған контенттің бұрын мүлде басқа оқиғамен байланысты болғанын анықтап береді. Үшінші қадам. Кәсіби OSINT құралдарын пайдаланыңыз. Мәселен, InVid плагині метадеректерді талдап, жарық, көлеңке және монтаждардың іздігін анықтайды. Ал Amnesty YouTube Data Viewer видеоны қашан алғаш жүктегенін көрсетеді. Төртінші қадам. Көздің жасанды қозғалысы, ерін мен дауыс сәйкеспеуі. % своих пенсионных отчислений без этих пороговых минимумов. Жүзетін бөліктер, жарықтың секірмелі ауысуы сынды дипфейк белгілеріне мән беріңіз. Мұндай жағдайда кері іздеу көбіне түпнұсқаны таппайды, немесе ескі видеоны көрсетеді. Онда адамның бетіне басқа адамның жүзі жапсырылған болуы мүмкін. Фейкке алданып қалмау үшін ақпаратқа сын көзбен қараңыз.